Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін кешкі асты сіздермен бірге бөлісетін боламыз. Егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, дәл қазір тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Бізге керекті заттар ет, пияз, картошка, сәбіз, балғары керек болады. Қызып тұрған ыдысымызға майымызды құйып, етімізді салатын боламыз. Етімізді тұздалған ет қызартып қуырып аламыз етті. Piyaz saldım. Kızartıp жақсылап қуырып алатын боламыз. Картошкамызды және де сәбізімізді, балғарымызды салып қуыратын боламыз. Tuz saldım. Endi su quyатын bolamız. Крышкасын жабып, қайнататын боламыз. 30 минутқа қайнап шықты. Енді біз крышкамызды салатын боламыз. Алдын ала крышкамызды жуып алдым. Крышкамызды саламыз. Газды төмендетіп, қақпағын жауып, қайнататын боламыз. Қайнаған соң қақпағын ашып қайнататын боламыз. Бұл міндетті түрде суы тартылғанша қайнау керек. Мінекей тартылды. Енді біз қақпағын жауып 10-15 минутқа пісіріп аламыз. Он 15 минутқа тағы да газды төмендетіп қоятын боламыз. Ашамыз. Газды өшіріп, қақпағын жауып қоятын боламыз. 10-15 минутқа қоятын боламыз. Мінекей тағамыз дайын болды. Кешкі асымыз, гришкамыз әдемі болып шығады. Осылай жасап көрсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет, әдемі болып шығады. Егер де сіздерге видеоны ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарың үшін рахмет. Келесі видеода көріскенше.